Умай ана, аңыз әңгіме. Ерте заманда Алып Алтай тауын мекендеген бір қауым ел болған деседі. Олар ну орманды мекен етіп, сондағы аңдарды аулап күнелтеді екен. Күндердің бір күнінде толассыз қар жауады. Бұл қалың орман арасын мекендеген халық үшін алпауыт апатпен тең еді. Нәтижесінде тұтас қауым табиғат апатының құрсауында қалып түгелдей мертіген. Тек аю терісін жамылып, аңшылық жасап кеткен аю батыр ғана үңгірге жасырынып, жан сауғалап аман қалады. Көңілін мұң басып, жақындарын жоқтаған аю батыр қар тоқтаған соң тегістікке шығады. Мүмкін тірі қалған біреуді тауып қалармын деген үмітті оймен өздері қоныстанған аумақтар алайды. Кенет ат шаптырым жерде қар астын қазбалап бірдемені тартқыштап жатқан көк бөріні көзі шалады. Кім болса да араша түсейін деп айқайлай ұмтылады. Жанына жақындаған адамды көрген хайуан тістелген бейнені тастай салып, сағымдай көкке ұшып кетеді. Ал аю батыр өзі құтқарған жан Айсұлу есімді айдай сұлу екенін білгенде ерекше қуанады. Өстекке оранған күйе қар үстінде жатқан аруға қасқырдың тісі тимепті. Өкпесі бүлкілдеп, ауыр тыныстанып жатады. Жартылай болса да тірі жанды, оның үстіне келбеті келіскен аруды тапқанына өзін бақытты сезінген жігіт Айсұлуды өз өмір сүретін үңгіріне алып келеді. Бірақ қыздың еш жинауын күткенімен ойдағыдай болмайды. Бейне бір терең ұйқыға кеткен ертегі кейіпкері секілді тапжылмай жата береді. Өмірдегі ең ауыр сынақтардың бірі күту екенін аю батыр дәл осы сәтте түсінеді. Күте-күте көсегесі көгеріп, шыдамы таусылған аю батыр үңгірден шығып айналаға көз салады. Құрық бойы қар басқан төңірек тып-типыл, тым-тырыс. Жер бетінде қыбыр еткен жан жоқ. Шыдамы таусылған аю батыр толассыз қар жаудырған көкке қарап ұзақ налиды. Қанша уақыт өткені белгісіз, бір мезетте көктен жерге жүйткіген екі бірдей құс құлдилап келеді. Олар Умай мен Хумай екен. Олар бірте-бірте төмендей ұшып, үңгір аузында тұрған аю батырдың басын сипай өтеді де екі кесек тас тастап кетеді. Бұл тастың бірі ақ, енді бірі қызыл тас екен. Бұған таңданған аю батыр екі тасты алады да бір-біріне ұрады. Бұл шақпақ тас еді. Ұрылғанда жарқ етіп ұшқан ұшқын үңгірге тығылған қу шөптер мен шірік қоқырға тиіп тұтана бастайды. Осы кезде құс бейнесінде үңгірге ұшып келген Умай ақ шашты анаға айналады да қу шөптерді құшақтап әкеліп салып, жеңімен желпіп, отты маздатып жібереді. Жанған отқа бойы жылынған Айсұлуға ақырындап жан кіреді. Ол басын көтеріп, орнынан тұрып, өзін өлімнен құтқарған отқа, от анасы Умайға иіріліп сәлем етеді. Сыйынып алғыс айтады. Бұған сүйсінген Умай ана екі алақанын отқа қақтап, Айсұлудың бетіне басады. Одан соң Айсұлудың қолын әкеліп, аю батырға ұстатады. Енді екеуің бас құрап, түтін түтететін үй болыңдар. Өрең жараңдарың көп болсын. Отындарың өшпесін деп бата беріп көзден ғайып болады. Орман тауды ойсыратқан қар аң құстарды да ауыр апатқа ұшыратқан еді. Аң аулай алмаған аю батыр мен Айсұлу әбден ашығып, өлім халіне жетеді. Олардың қолынан келгені отты үзбей жағу болатын. Сөйтіп отырғанда үңгірдің астынан дабырлаған дауыс естіледі. Байқап қараса, үңгірдің астында қоянның іні бар екен. Үңгірде бүрісіп жатқан қояндар отқа бойы жылынып, індерінен шығып дабырлап жүрген екен. Сонымен бұлар жер астынан 7 қоян тауып алып қатты
қуанады. Олардың етін талшық етіп, қыстан аман-есен шығады. Қазақтың жерден жеті қоян тапқандай қуанып дейтін сөзі осыдан шығыпты. Бірте-бірте қақаған қыс бітіп, қар еріп, орман арасы ашылады. Аю батыр орман аралап, тау-тасты кезіп, аң-құс аулайды. Аю да болса байым, үңгірде болса үйім деп, Айсұлу отын алып, жидек теріп, су әкелген аң-құстармен тамақ істейді. Олардың өмірі осылай өтіп жатады. Күндердің бір күнінде Айсұлу өзінің жүкті екенін байқайды. Ол оны Аю батырдан жасырып жүреді. Аулап келген аң-құстардың етін, жидектерді жегісі келмей, жесе құсады. Айсұлудың дерт шалды деген Аю батыр аң аулаудан қалады. Ақырында Айсұлу өзінің жүкті екенін, айдындағы аққудың жұмыртқасына жерік екенін айтады. Айсұлудың жерік асын әкелу үшін Аю батыр жолға шығады. Асқар-асқар таудан асып, тар жол кешулерден өтіп, айдындағы аққудың жұмыртқасын тауып әкелу оңай іс емес еді. Күн артынан күн, ай артынан айлар өтеді. Аю батыр кешіге береді. Айсұлудың ай күні жетіп толғатады. Жападан жалғыз тас үңгірде толғатқан жас ару жаратқаннан жәрдем сұрап жылай береді. Өзін өлімнен құтқарған Умай ананың атын атап көмекке шақырады. Умай ана ғайыптан пайда болып, асқан мейірімділікпен маңдайын сипайды. Осы сәтте толғағы тоқтап, бойжеткен шекесі торсықта екі сәби өмірге әкеледі. Умай ана бұлардың кіндіктерін кесіп жөргекке орайды да, Айсұлуға бауы берік болсын деп айтады да кетіп қалады. Жүктіліктен жаны қалып, егіз туылған ұлы мен қызын емізіп отырғанда, сырттан армысың деп Аю батыр кіріп келеді. Бұған жауап ретінде Айсұлу, біреу еді Умайым, екеу болды Қумайым деп қуанышпен жауап береді. Бұдан кейін де Умай маңдайын сипаған әйел егіз-егізден құрсақ көтеріп, олардың балалары ұрулы елге айналады. Аю батыр мен Айсұлу бикеш осылай ұзақ та мағыналы ғұмыр кешеді.